Домбыра қазақ халқының ғасырлар бойы сақталып келе жатқан асыл мұрасы. Ол жай ғана музыкалық аспап емес, халқымыздың тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін бойына жинаған ұлттық құндылық. Қазақ үшін домбыраның орны ерекше. Ертеде ата-бабаларымыз қуанышында, мұңында, ел басына түскен ауыртпалықтарды да күй арқылы жеткізген. Домбыраның қос ішегінен төгілген әрбір күйде халықтың тағдыры мен ерлігі көрініс табады. Домбыраның бірнеше түрі бар. Ең кең таралған екі ішекті қазақ домбырасы. Ол еліміздің барлық өңірінде қолданылғанымен орындау мәнеріне қарай ерекшеленеді. Батыс Қазақстанда төкпе күйге арналған ұзын мойынды домбыра кең тараса, арқа, жетісу және шығыс өңірлерінде шертпе күйге лайық ықшамдау домбыралары қолданылған. Сонымен қатар қазақ көне музыкалық мұрасының бірі үш ішекті домбыра да бүгінгі күнге дейін сақталған. Түрі әртүрлі болғанымен, олардың барлығының мақсаты бір: қазақтың төл өнерін, күй дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу. Күй сөзсіз сөйлейтін өнер. Кейде бір күй тұтас бір оқиғаны баяндап береді. Сондықтан халқымыз домбыраны дала үні, ұлттың жаны деп құрметтеген. Қазақтың ұлы күйшілері Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Қазанғап, Дина Нұрпейісова және басқа да өнер саңлақтары домбыра өнерінің дамуына зор үлес қосты. Олардың күйлері бүгінгі күнге дейін орындалып, халық жүрегінен ерекше орын алып келеді. Осындай ұлы тұлғалардың арқасында күй өнері ғасырлардан аман өтіп, бүгінгі ұрпаққа жетті. Олардың әрбір күйі халық өмірінің көркем шежіресі. Домбыра қазақтың әр шаңырағында төрден орын алған, ол ұрпақ тәрбиесінің де маңызды құралы болды. Балалар домбыра арқылы өнерді, ұлттық құндылықтарды, ата-баба дәстүрін танып өсті. Бүгінде домбыраның үні әлемнің түкпір-түкпірінде шырқалып жүр. Қазақ өнерін дәріптеп жүрген домбырашылар ұлттық мәдениетіміздің халықаралық деңгейде танытуда. Бұл халқымыздың бай, рухани мұрасының өміршеңдігін көрсетеді. 2018 жылдан бері шілде айының алғашқы жексенбісі Қазақстанда ұлттық домбыра күні ретінде аталып өтеді. Бұл мереке халқымыздың мәдени мұрасын дәріптеп, жас ұрпақты ұлттық құндылықтарды қастерлеуге тәрбиелейтін ерекше күн. Ұлттық домбыра күні халқымыздың мәдени мұрасын ұлықтайтын ерекше мереке. Бұл күн бізге ұлттық өнерімізді құрметтеуге, оны келер ұрпаққа жеткізуді еске салады. Домбыра өткен мен бүгінді жалғайтын алтын көпір. Оның қоңыр үні әр қазақтың жүрегіне жақын, сондықтан ұлттық құндылығымызды қастерлеп, домбыра өнерін дәріптеу баршамыздың міндетіміз. Домбыра қазақтың жаны, ұлттың мәңгілік мұрасы.